Senin halkına men senin sözüңді уағыздаймын, және мен сенен оның үстінде сенің күшің болуын сұраймын, сенің киелі рухың тиіп кетсін деп. Бізге сенің киелі рухың иеміз бізді өзгертсін. Мен бүгін айтатын аян ол. Жүрегімізге терең еніп, ол бізді өзгерістерге әкелсін, және біздің өміріміз сені даттамай, бірақ сені дәріптесін. Дәріптесін барлық даңқ саған Иса, амин, білесіздер ме? Қазір маған Юлия қанша ән айтқанын айтады, міне сол. Міне мен осыны таңдадым, міне мен осыны айтамын, білесің бе? Неге ол тақырыпқа сай келеді? Тізе бүгіп мен құрбандығымды беремін. Мені қабылда, жалпы мен саған ән айтамын. Иә, мен жаттап алмадым, мен басқаша болдым, шамамен осылай. Тізерлеп тұрып ән айтамын, және менің құрбандығымды қабыл алыңызмен келісемін, және ең басты сөздермен сені дәріптеу үшін келдім. Қайдасың? Міне, осында келдім, немесе жалпы жер бетінде жаһандық мен жер бетіндемін. Міне, мен былай қараймын, мен осындамын. Сені дәріптеу үшін, жай ғана ән айту үшін шіркеуге келмедім. Тізерлеп ән айту қандай жақсы, оны жасау керек. Бұл дұрыс және жақсы, бұл біздің сеніміміздің көрсеткіші. Тұрып ән айтудан басқа, біз әрі қарай баруымыз керек, бізде Құдайды дәріптейтін өмір болуы керек.